Ұйқыны қандыру несімен маңызды? Тәуліктеп интернет алдында отырсақ, не болады? Уақытты ұйқыға жұмсау тым өкінішті. Күні бойы сабақта болып, одан кейін үй тапсырмасын орындаса, демалуға, сериал көруге немесе ойын ойнауға уақыт қалмайды. Бір-екі түн онлайн ойыныңды ойнасаң, немесе сағаттап достарыңмен желіде отырсаң, онда тұрған ештеңе жоқ. Тек ертеңінде күні бойы мүлгіп жүресің. Дегенмен, үнемі 3-4 сағаттық түнгі ұйқыны ұрлау жақсы идея емес. Тым аз немесе нашар ұйықтайтын адамдардың ағзасы істен шығады. Неге олай? Жалпы ұйқының не керегі бар? Ол жағын ғалымдармен бірге қарастырайық. Ұйқы не үшін керек? Ұйқы өте қызық дүние. Жануарға тәулігіне кем дегенде 8 сағат ұйқыда болудың қажеті қанша? Бұл қауіпті емес пе? Ұйықтап жатқанда жыртқыш немесе ұры келіп қалуы мүмкін. Жалпы осы уақытта өте көп қызықтан құр қаласың. Ұйқының себебін анықтауға тырысқанда ғалымдар дәл осындай ойда болған. Олар ең алдымен мүлде ұйықтамайтын тіршілік иесін табуға тырысқан. Бірақ табылмаған. Ұйқыға ұқсас құбылыс тіпті ең кішкентай деген тіршіліктің өзінде. Мысалы, миллиметрлік нематод құрттар мен бактерияларда да болады екен. Рас, бактериялардың ұйқысы адамдыкіне ұқсамайды. Еркін қозғалатын бактериялардың циркадты ырғағы болады. Яғни олар күн мен түннің алмасуын ажыратады деген сөз. Бәрінен бұрын фотосинтезге бейім бактериялар бізге көбірек ұқсас. Мысалы, күндіз күн сәулесі жеткілікті уақытта Rhodopsirium rubrum қызыл күрең бактерия фотосинтездің көмегімен белсенді түрде нәрлі заттар жинайды. Ал түнде қорек іздемейді, яғни ұйқыда болады. Егер жануарлар ұйықтамаса, ауруға шалдығуы мүмкін. Ал кей түрлері тіпті өліп кетуі де ғажап емес. Әйтсе де, шындыққа тура қарасақ, біздің түрімізге ұқсамайтын жануарлардың қалай және неге ұйықтайтындарын дөп басып айту қиын. Дегенмен, қазірдің өзінде адамның ұйқысы ағза демалып, әрекетін тоқтататын кішігірім үзіліс. Дұрысы, ми күндізгі белсенді құрылыстан кейін өз ішін және қалған ағзаларды жинастыратын толық тазалық жұмысы деуге әбден болады. Қарқынды құрылыс кезіне қарағанда, жөндеу жұмысынан кейін тазалық жүргізгеннің әлдеқайда жеңіл екенімен келісетін шығарсыздар. Неге әжелер мен аталарға ұйқыға кету қиын? Бұл да ұйқының толық шешімін таппаған құпиялардың бірі. Адам неғұрлым есейе түскен сайын, ұйқыға кетуі де, ұйқысын қандыруы да соғұрлым қиын. Неге бұлай болатынын ұзақ уақыт бойы ешкім түсінбей келді. Есесіне қазір егде жаста ұйықтай алмауға ДНК кірпіштерінің бірі нуклеозид аденозиннің тапшылығы кінәлі екені белгілі. Дегенмен, аденозин жай ғана құрылыс материалы емес екен. Жасушадан тыс ол нейромедиатор секілді қызмет етеді. Яғни жүйке жүйесінің жұмысын басқаратын зат. Нақтырақ айтсақ, аденозин ұйқының келуіне жауапты молекулалардың бірі. Ағзада жасушадан тыс аденозин көп болған сайын, адам соғұрлым ұйқыға бейім. Бұл ұйқы қысымы деп аталады. Қанша ұйықтау керек? Бұл адамның жасына байланысты. Жаңа туған нәрестелер тәулігіне 18 сағаттан, мектеп жасына дейінгілер 12 сағаттан, оқушылар мен жасөспірімдер 9-10 сағат, ересектер және аталар мен әжелер 7-8 сағаттан. Адам неғұрлым жас болған сайын, оған ұйқы соғұрлым көбірек керек. Бұл түсінікті жағдай. Себебі балалардың ағзасы күндіз әлемді танумен болады. Яғни белсенді түрде даму үстінде. Ендеше адамның өміріндегі ең үлкен құрылыс жүріп жатыр. Одан кейін миға көбірек тазалық жүргізу керек. Ал бұған түнгі уақыт жұмсалады. Ұйқы қандырмаудың салдары қандай? Жүйке жүйесінің бұзылуы. Біз ұйықтаған кезде жүйке жасушалары қалдықтардан, мысалы кей адамдарда Альцгеймер ауруының туындауына түрткі болатын зиянды амилоид ақуыздардан жылдам құтылады. Зерттеулердің бірінде ғалымдар қатысушыларды тәулік бойы ұйықтамауға көндірген. Таңға қарай бұл адамдардың ми жұлын сұйығындағы амилоид деңгейі 30%-ға дейін көтерілген. Алайда, ең сорақысы миға жиналып үлгерген амилоидтарды жою мүмкін емес. Міне сондықтан да Альцгеймер ауруын емдеу қиын. Тіпті демалыстарда жақсылап тұрып ұйқыны қандырғанның өзінде бұл амилоидтардан құтылуға көмектесе алмайды. Сондықтан олар жиналып үлгермеу үшін күнделікті ұйқыны қандыру қажет. Тәбеттің ашыла түсуі. Ұйқы кезінде ми бізге қанша лептин және грелин керек екенін шешеді. Бірінші гормон тәбетті төмендетеді, екіншісі арттырады. Егер тұрақты түрде ұйқыны дұрыс қандырмаса, лептин мен грелиннің арасындағы нәзік тепе-теңдік бұзылып, ұйқысыздықтың құрбаны салмақ қоса бастайды. Біз неғұрлым аз ұйықтаған сайын, соғұрлым семіздікке, жүрек қан тамырлары аурулары мен екінші типті диабетке шалдығуға бейімбіз. Әрі бұл аталар мен әжелерге ғана емес, барлық жастағы адамдарға тән. Әлсіз иммунитет. Біз ұйықтап жатқанда ағза иммунды жасушаларды тәрбиеге алып, микробтармен дұрыс күресудің жолын үйретеді. Егер тым аз ұйықтаса, иммунды жасушалар епсіз жас солдаттан мықты қолбасшыға айналмайды. Негізі ұйқының иммунитетке тікелей әсер ететіні соншалық, бұл тіпті А гепатитіне салынатын екпенің тиімділігіне де ықпал келтіреді. Вакцинадан кейін ұйқыға жатқан адамдардың қанында екпеден соң ұйқыға жатпағандармен салыстырғанда қорғалған ақуыз антиденелер көбірек болған. Сондықтан ұйқының аздығы денсаулыққа аса қауіпті. Егер ұйықтамаса, тиісті 9-10 сағат ұйқыны ұйықтау үшін кешкі сағат 10-нан қалмай ұйқыға жату керек. Егер түн ортасына дейін жүріп үйреніп алсаңыз, бұған дағдылану оңай емес. Ол маңызды дайындықты талап етеді. Ұйқыға жатар алдында 1 сағат бұрын кофе мен ауыр кешкі астан бас тартыңыз. Негізі 3 сағат бұрын тамақтанған дұрыс. Үй ішіне даладағы жарық түспеу үшін пердені толық жауып,
гаджеттердің экранын түгел сөндіріңіздер. Осылайша толық қараңғылыққа еніп, ішкі биологиялық сағатымызды күндізгі режимнен түнгі режимге көшіретін мелатонин гормонын синтездеуге тамаша жағдай тудырамыз. Терезені немесе оның желдеткішін ашып қойыңыз. Адам ұйықтаған кезде оның денесі 1-2 градусқа салқындайды. Егер бөлме іші салқын болса, тезірек салқындайсыз. Сәйкесінше ұйқыға тезірек кетесіз. Тым артық сілтеп, тоңып қалмау үшін түнде шұлық киіп жатуға да болады. Есікті жақсылап жабыңыз. Толық тыныштықта ұйықтаған жеңіл. Дегенмен де, кей адамдар тыныш әуен қосып қойып, немесе табиғаттың дыбысын, мысалы, жаңбырдың үнін естіп жатып ұйықтағанды ұнатады. Төсекке жатарда қызықты кітап оқығанды жақсы. Қарап тұрсаңыз, 5-6 бетін оқығаннан кейін-ақ көзіңізге ұйқы тығылады. Мұндайда қағаз кітаптарда электронды сия технологиясы қарастырылған электронды кітаптар да жарайды. Нені білген дұрыс? Ұйқы ағзамыз жаппай тазалық жұмысын жүргізетін уақыт. Егер үнемі ұйқыны толық қандырмаса, сабағыңыз нашарлап, салмағыңыз артып, ауруға душар болуыңыз мүмкін. Тез ұйықтаудың жақсы тәсілі өзіңізді тыныштықпен, салқындықпен және қараңғылықпен қамтамасыз ету. Егер мүлдем ұйықтай алмасаңыз, төсектен тұрып, шай ішіп, кітап оқыған дұрыс. Егер бір аптадан артық дұрыс ұйықтай алмасаңыз, шыдап жүре бермеңіз. Ата-анаңызбен сөйлесіңіз. Мүмкін дәрігерге қаралып, ұйқысыздығыңыздың себебін анықтап көріңіз. Ұйқы не үшін керек? Оның маңыздылығы және біз ұйықтап жатқанда ағзамызда қандай процестер болатынын білдік. Видеоға лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпа.